Ертеде бір айлакер түлкі қарны ашып келе жатып, талдың басында отырған кішкентай торғайды көреді. Түлкі торғайды қалайда жерге түсіріп, жеп алғысы келеді. Түлкі жұмсақ дауыспен былай дейді: «Уа, торғай досым! Сүйінші! Жаңа ғана орманда жаңа заң шықты. Енді аңдар мен құстар бір-біріне тимейді, бәріміз дос боламыз. Төмен түс, құшақтасып, дос екенімізді тойлайық». Торғай түлкінің қу екенін білетін. Ол ағаштың ең биік басына шығып алып, алысқа қарап, «Қандай тамаша жаңалық! Енді қорықпай серуендейтін болдық қой. Әне, алыстан бір топ тазы иттер де бізге қарай құстай ұшып, жүгіріп келе жатыр. Олар да сенімен құшақтасып, достық заңын тойлағысы келетін шығар», дейді. Тазы деген сөзді естігенде, түлкінің зәресі ұшып, артына қарай қаша жөнеледі. Торғай күліп: «Әй, түлкі, қайда барасың? Жаңа ғана бәріміз дос боламыз демеп пе едің?» деп айқайлайды. Түлкі тоқтамастан: «Иә, заң шыққаны рас шығар, бірақ ол тазылар бұл заңды әлі оқымаған болуы мүмкін», деп зытып береді. Осылайша ақылды торғай қу түлкіні өз қулығымен жеңіп кетіпті.